Аймақтағы инвестициялық жобалардың сыбайлас жемқорлықтан қорғалуы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің басты назарында. Құзырлы орган ықпалымен арнайы фронт офис ашылып, жыл басынан бері 14 бизнес субъектілерінің мүддесі қорғалды. Осы орайда өңірге жұмыс сапарымен келген еліміздің мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Айгүл Шаймова облыстағы игі бастамаларды бағамдап атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Жуырда ғана іске қосылған Шиелідегі Гержуба цемент зауытында болып, жобаны жүзеге асырған инвесторлармен кездесті. Ауқымды өндіріс орнын салу барысында қытайлық компания көші-қон саласы бойынша бірқатар құжаттамалық кедергілерге тап болып, облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментіне жүгіну арқылы өз мүддесін қорғаған еді. Жалпы биыл агенттіктің бастамасымен кәсіпкерлерді сүйемелдеуге бағытталған Protecting Business and Investments бағдарламасы қолға алынып, әр аймақта фронт офистер ашылды. Осының негізінде сыр өңірінде жалпы құны 592 миллиардты құрайтын 15 инвестициялық жоба бақылауға алынды. Яғни енді сыбайлас жемқорлықтан түрлі әкімшілік кедергілерден қорғалуын мемлекеттік қызмет істері департаменті өз міндетіне алып отыр. Осы кезге дейін шетелдік инвесторлар мен кәсіпкерлерден 5 өтініш түсіп, оларды зерттеп зерделеу барысында құқық бұзушылыққа жол берген 3 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылса, бір адамға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл бағыттағы пәрменді жұмыстар алдағы уақытта жалғаса бермек.